Қайырлы күн. Сіздер ойлап көріңіздер ме? Неге біз ата-анамен ұрысып қаламыз? Түнде ұйықтамай, әлеуметтік желіде отырған үшін неге дау туады? Шынын айтсақ, көпшілігіміз бұл мәселені бастан кешірген шығармыз. Ал шын мәнінде тек заман арасында айырмашылық емес, бұл әлемді әртүрлі көрдің соқтығысы. Менше біз ұрсамыз, өйткені бізге уайымдап отыр деп ойлаймын. Алар бізді түсінбей жатыр. Мен жеке тәжірибемнен білем. Ата-анам телефон алып қойған кезде, мен бұны еркіндігін шектеу деп қабылдайтынмын. Бірақ қазір мен бұны түсіндім. Олар мені бақылау үшін емес, қорғау үшін жасалған қадамдардың бірі болады. ақш-та 2023 жылы ауруларды бақылау және алдын алу орталығының зерттеуінің бойынша 50,4% жасөспірім 4 сағаттан астам телефон алдында отырады. Бірақ бұл экранның артында не бар? Біреулер үшін бұл достарымен байланыс, біреулер үшін бұл шығармашылық, ал кейбіреулер үшін бұл жалғыздықтан қашудың жолы болып табылады. Ата-анамыз басқа заманда өсті. Олар достарына хат жазып, олармен аулада кездесіп, жұлдызға қарап армандайтын. Ал біз онан өзгеріп жатқан буынбыз. Біз үшін интернет тек құрал емес, әлемнің бір бөлігі болып табылады. Қанша дегенмен де бұны түсінбеушіліктерді тоқтатуға жолы жоқ, бірақ оларды азайтуға болады. Біріншіден, сөйлесуден қашпаңыз. Психологтар айтады, қарым-қатынас екі буын арасындағы көпір. Кейде жай ғана, анашым, мен қазір жақсы көңіл күйдемін, немесе әке, мен шаршап тұрмын, біраз тынығайыншы деген өзара түсіністікті арттырады. Екіншіден, олардың ата-аналық жүргеніне тыныштық сыйлаңыз. Жай ғана бір мен жеттім, бәрі жақсы деген хабарлама олардың бүкіл күн жарық қылады. Білесіз бе, ата-аналар да осы өмірде бірінші рет өтіп жатыр. Олар да үйренеді, олар да қателеседі. Бірақ олардың ниеті тек қорғау, тек сүю. Әйгілі поляк педагогы Ян Кочактың бір сөзі бар. Балаңызды қандай болса да жақсы көріңіз. Ол дарынды ма, әлде сүрінген бе, бәрібір. Өйткені бала сіздің өміріңіздегі ең ерекше мейрам. Біз өсеміз, бірақ ата-ананың махаббаты өзгермейді. Сол үшін ренішті ұзақ сақтамаңыз. Wi-Fi өшсе де жүректегі байланыс өшпесін. Назарларыңызға рахмет.